بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bizler Al-Qira'atur Rashida kitabından 4-nji dersке to'xtadik. Bize 4-nji dersde Fis-Suqi degan taqrib kelipdir. Fi degan жалпылама içinde deb audarladi. As-Suq bizde bazar. Fis-Suqi yani bazarda немесе bazarның içinde. Bu жерде адамдардын арасында диалог келген. Умар айтады: "Hal zurta suqa hazal baladi ya sadiqi?" Hal деген bizde suraqçılау болады. Hal zurta sen ziyaret kıldın ba? Suq hazal baladi bol елдің базарын ziyaret kıldın ba? Ya sadiqi. Ya деген bizde qaratma söz va deb audarылады, ya. Sadiqi yani mening dosum. Yani va mening dosum bol елдің базарын aralап көрдің бе? Халид айтады: "La ya axi, жоқ, бауырым" дейді. Fa inni gharibun jadidun fi hadha al-baladi. Bol елде мен жаңадан келген бөтен адаммын дейді. Fa inni расында мен la a'rifu at-tariqa. Жолды мен білмеймін дейді. Умар айтады: "Ta'ala ma'i." Ta'ala деген бер кел деген. Ma'i yani менімен бірге. Менімен бірге жүр деп жатыр. Fa inni zahibun ila as-suqi. Расында мен базарға бара жатырмын. Li ashtariya ba'd al-hawaij. Сатып алу үшін ba'd al-hawaij кейбір қажеттіліктерді. Wa narji'u qabla al-maghrib insha'Allah. Maghribтен бұрын қайтып келеміз insha'Allah. Fa inna as-suqa ghayru ba'idatin. Расында базар алыс емес. Кейін олар базарға келеді. Халид айтып жатыр: "Машааллах, hazihi suqun kabiratun." Бұл үлкен базар екен. Wa ad-dakakinu nazifatun jamila. Дүкендер таптаза және әдемі. Wa ma hadha ad-dukkanu al-jamil ila al-yamin ya Umar. Мынау оң жақ тарапта тұрған дүкен қандай дүкен ей Умар дейді? Умар айтады: "Hadha ad-dukkanu fakihaniyyin." Бұл факиханидің дүкені. Факихани деген бізде жеміс жидек сататын адамды айтады. Дүккен бізде дүкен. Ала тара илал фавакихи ва таран наса. Жеміс жидектерді көрмей тұрсың ба? Ва таран наса юсауимун ал факихания фиха. Юсауимун яғни сауда қылып жатқан. Ва таран наса адамдарды көріп тұрсың. Юсауимун ал факихания. Жеміс жидек сатушы адаммен юсауимун сауда қылып жатыр. Фиха яғни осыны жеміс жидектерді сатып алуда. Халид айтады: "Ана уриду ан аштария шай'ан мин ал-фавакихи." Мен сатып алуды қалаймын дейді. Ан аштария шай'ан мин ал-фаваких. Жеміс жидектерден кейбір түрлерін сатып алғым келіп тұр. Қандай жеміс жидектер? Ал-мауза, бананды, вал жауафата. Жауафа деген бізде гуава деп айтады орыс тілінде. Қазір суретте көрсетеміз иншаллах. Вал буртуқала, және апельсин сатып алғым келеді. Фа инни уриду ан ад'уа. Расында мен шақыруды қалаймын. Бa'дал ихван илал футур. Кейбір бауырларды шақырғым келеді дейді. Илал футури букратан. Таңғы уақытта таңғы асқа шақырғым келеді дейді. Умар айтады: "Ал-жауафату ғалиятун жиддан фи хазил айям." Мана гуава деген нәрсе ғалиятун жиддан фи хазил айям. Осы күндері ол өте қатты қымбат. Вал буртуқалу хамидун. Ал апельсинге келетін болсақ, ол не? Хамидун, яғни не? Ащы кислый дейді. Вала бәса бил маузи. Бананда тұрған ешқандай проблема жоқ. Яғни не? Бананды сатып алсақ болады дейді. Халид айтады: "Тафаддал, кәнеки кеттік. Я ахи, бауырым" дейді. "Нусауимул факихания." Жеміс жидек сатушы адаммен саудаласайық. Кейін Умар айтады: "Ахсану ан наштария ал-фавакиха." Жеміс жидектерді сатып алғанымыз жақсырақ болады. "Мин суқил худари." Көкөніс сататын базардан сатып алғанымыз жақсырақ болады. Букратан таңғы уақытта. Фа иннал фавакиха ва симара. Расында жеміс жидектер дейді. Фиха касиратун ва рахиса. Сол базарда көп және арзан дейді. Халид айтады: "Хаза хуа ар-раи." Хаза хуа ар-раи деген міне табылған ақыл. Міне бұл жақсы ой. Ва ма хазихи ад-дакакин я Умар. Ей Умар, мынау дүкендер не дүкендер? Умар айтады: "Хазихи дакакинул қумаш." Дакакин бізде дүккан деген сөздің көпше түрі. Яғни дүкендер, я. Хазихи дакакинул қумаш. Бұл маталарды сататын дүкен. Ала тара кайфа басату анва' мин ал-қумаш. Ала тара, көрдің бе дейді? Кайфа басату, қалай жайып қойғанын? Анва' мин ал-қумаш, маталардың небір түрлерін жайып қойған дейді. Ва кайфа ялмасухан нас, адамдар оны сипап көріп жатыр, тексеріп жатыр. Ва юсауимуна фиха ат-туджар. Және де сол маталарды сатып алуда юсауимун сауда қылып жатыр, туджар саудагерлермен дейді. Туджар бізде саудагерлер. Та'ала дейді, бер кел дейді, жүр дейді. Фа инни уриду ан аштария хизаан. Расында мен хиза деген бізде не? Аяқ киім сатып алуды қалаймын. Халид айтады: "Тафаддал" дейді. Кәне кеттік. Фа инни сахибука, яғни мен сенімен бірге ілесіп жүремін дейді. Кейін Умар дүкеннің иесіне айтып жатыр: "Мин фадлика, өтініш сізге, ахриджли, маған шығарып беріңіз, хизаан мутабиқан.
Хиза деген біз аяқ киім мутабиқ не? Сай келетін, шақ келетін. Яғни шақ келетін аяқ киімді шығарып беріңіз. Сахибуд дукан, дүкеннің иесі айтады: "Хаза хизаун джамилун ва матин." Бұл әдемі және мықты аяқ киім. Умар айтады: "Наам, я" дейді. "Валакиннаху васиун қалилан." Бірақ та бұл аяқ киім не? Кішкене, кең дейді. Кейін сахибуд дукан, дүкеннің иесі айтып жатыр: "Ва хазал ахар мутабиқун тамаман." Міне мынау басқа аяқ киім мутабиқун тамаман. Бұл не? Толыққанды сізге шақ келеді, сай келеді дейді. Умар айтады: "Бикам хуа." Бұл аяқ киім қанша тұрады дейді? Сахибуд дукан, дүкеннің иесі айтып жатыр: "Биситти руббиятин." Руппия дегенде бізде Индияның валютасы. Яғни 6 рупий тұрады дейді. Умар айтады: "Ала танзилу фис саман." Яғни ас-саман бізде бағасы. Бағасын түсіресің бе дейді. Сахибуд дукан: "Лан таджида я сайиди архаса мин хаза фи хаза суқ." Сайиди деген бізде жалпыма мырза деп аударылады. "Лан таджида я сайиди архаса мин хаза фи суқ." Яғни базарда бұдан арзанын таппайсың дейді. Умар айтады: "Усаддиқука." Яғни сен дұрыс айтасың, сөзің дұрыстыққа шығарам дейді. "Лианнака муслимун." Себебі сен мұсылмансың. "Вал муслиму ла якзибу ва ла ягушу." Мұсылман адам өтірік айтпайды және не ягуш алдамайды дейді. Халид айтады: "Ва ма хазал макану аллази якулу фихи нас." Яғни бұл қандай мекен? Адамдар ол жерде тамақ жеп жатқан дейді. Умар айтады: "Хаза мат'амун." Бұл кафе немесе асхана дейді. Якулу фихи нас. Ол жерде адамдар жеп жатыр. "Вал матаиму фил балади касира." Яғни қалалық жерде, елде дейді не? Матаим, яғни асханалар, кафелер касиратун, көп дейді. Кейін Халид айтады. Халид деген бұл не? Ауылдан кеп тұрған бала ғой енді. "Мали", яғни маған не болды? "Лам ара мат'аман фил қария." Ауылда неге мен кафе, ресторандарды көрмедім дейді. Кейін Умар айтады: "Лианнал балада фи гурабау." Яғни қалалық жерде, елді мекенде не? Бөтен адамдар болады. "Ва мусафируна лайса лахум буютун юқимуна фиха ва якулуна фиха." Ал сапар қылушылардың не? Ол жерде тұратын үйлері жоқ. Юқимуна фиха, я тұратын деп жатыр. "Ва якулуна фиха", және де тамақ жейтін үйлері жоқ. "Фа якулуна фил матаим." Сол себеп не? Олар осындай ресторандарда, кафелерде тамақ жейді. "Аммал қария." Ал ауылға келетін болсақ, амма деген иншалла бүгін талқылаймыз. "Аммал қария фал ғарибу фиха қалилун." Ол жерде бөтен адамдар, яғни сапаршылар өте аз болады. "Фала хаджата фил қарияти илал мат'ам." Ол жерде бөтен сапаршылар көп болмағаннан кейін, онда не болады? Онда манағы ресторан, кафелерге не? Фала хаджата, қажеттілік жоқ. Кейін Халид айтып жатыр: "Ва айна наджидул варақа вал хибра вал қалама вал мирсама вал нашафата ва адаватил китаба." Айна наджиду, біздер қаяқтан табамыз дейді? Ал варақа, қағазды, вал хибр, хибр деген бізде сия, вал қалам, қаламды, вал мирсама, мирсам деген сурет салатын нәрсе, вал нашафата және сияны кептіретін нәрсені қаяқтан табамыз? Ва адаватил китаба, жазу құралдарын қаяқтан табамыз дейді. Умар айтады: "Хада дуккану варрақин." Міне бұл канцелярлық товар сататын дүкен. "Таджиду фихи жамиа хауаижал мадраса." Осы жерде мектептің бүткіл қажеттіліктерін табасың. Халид айтады: "Ашкурука я садиқил карим." Ей жомарт менің досым, мен саған не? Алғыс білдірем. "Фақад афаттани кафиран." Маған не? Көп пайда келтірдің. "Ва ара ан нарджи'ал ана илал байт." Мен қазір үйге қайтуды не? Дұрыс көремін. "Ва нусаллиял магриба хуна." Осы жерде не? Мағриб намазын не? Оқып алайық дейді. Кейін Умар айтады: "Наам" дейді, "Иә" дейді. "Ва ма бақия ли шуғлун." Менің не? Басқа жұмыстарым қалмады дейді. Бұл бізде 4-ші дәрісте келген мәтін. Енді осы мәтіннің афалдарын, асмаларын және кейбіріне фауайттарды қарастырып көрейік. Бізде тақырыптың аты фиссуқи, яғни базарда болды. Енді сауда жүргізу, яғни алу сату. Сату бізде не болады? Бәә болады, сатып алу не? Иштара болады. Енді сауда жүргізу болса, тасаувақа болады. Тасаувақа не? Сауда жүргізді. Тасаувақу, сауда жүргізіп жатыр. Тасаувақ, сауда жүргіз. Тасаувақу не? Сауда жүргізу. Мысалға сөйлем: "Тазхабу умми кулла усбу'ин иля суқи литтасауқи." Яғни менің анам дейді, әрбір апта сайын не? Базарға барады, неге? Сауда жүргізу үшін. Кейін кетістік бізде сауамас. Мағынасы нақаша уфиссаман. Саман дегенде бізде бағасы. Яғни бір нәрсенің бағасында саудаласты. Яғни бағасын түсір немесе қымбаттады деген сияқты. Сауама сауда қылды, юсауима сауда қылу жатыр, сауим сауда қыл, мусауама сауда қылу. Мысалға сөйлем: "Умми махиратун жиддан фи шира." Яғни менің анам дейді майталман, махира деген не? Майталман, яғни сол саланы жақсы білу. Яғни сату мәселесінде ол кісі майталман дейді. "Фада иман тусауиму туджара." Ол әрдайым саудагерлермен сауда қылады.
وتشتري منهم بأسعار أقل. Ол кісі, яғни мен анам дейді, сатып алады өте арзан бағада. من التي يذكرونها ابتداء. яғни сол саудагерлер бастапқы кезде айтқан бағадан ең төмен бағаға не сатып алады дейді. Келесі етістік бізде да'a деген бізде дұға қылу немесе шақыру. Егер бізде мастары, яғни сөздің түбірі егер дуаун болса, ол дұға ету. Ал дa'ватун болса, ол не шақыру. Бұл жерде бізде мәтінде келгені шақыру. Да'a шақырды, яд'у шақырып жатыр, үд'у шақыр, дa'ватан шақыру. Дуа десе ол не дұға ету. Мысалға сөйлем, разақаниллаху би валадин. Яғни Аллах Тағала маған не бала нәсіп етті. Фа'адатту ақиқатан. Сөйтіп ақиқа жасадым. Ва дa'ауту ақрибаи ва астиқаи ва жирани. Сөйтіп мен шақырдым кімді? Туысқандарымды, достарымды және не көшілерімді шақырдым. Кейінге келген естіктердің бірі бізде басата. Басата деген жаю, синонимі фарашаху бат. Басата жайды, япсуту жайып жатыр, упсут жай, бастун жаю. Мысалға сөйлем, басатат умми саджадата алал ард. Анашым кілемді жерге жайды дейді. Мулаата алас сарир, мулаа деген бізде мынау төсекке жайлатын төсеніс, соны жайды дейді. Вал мифраша алат тауила, тауила деген бізде үстел, яғни мифраш деген бізде дастархан, дастарханды үстелдің үстіне жайды. Келесі естік бізде ләмәсә. Ләмәсә деген сипады, елмису немесе елмусу сипап жатыр. Илмәс сипа, ләмсун сипау. Синонимі мәссәху бат. Мысалға сөйлем, ла тәлмис хәзигіл қидры я Халид. Әй Халид, бұл қазанды сипама, фә инна сахинатын жиддан. Арасында ол қазан не өте қатты ыстық. Кейінгі келген естік бізде саддақа. Саддақа бізде расқа шығару. Саддақа расқа шығарды, исаддиқу расқа шығарып жатыр. Саддиқ расқа шығар, тасдиқу не расқа шығару. Мысалға екінші сөйлемді қарастырайық, я. Абу Бакрин саддақа набия саллаллаху алейхи ва саллама фима ахбараху бих. Яғни Абу Бакр радиаллаху анху пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламнан хабар берген нәрселерін расқа шығарды. Мен әмрил вахи, яғни вахи мәселелерінде ва амана бихи, сөйтіп сол вахиға не иман келтірді. Кейінгі естік бізде кәзәбә. Кәзәбә өтірік айтты, якзибу өтірік айтып жатыр, икзиб өтірік айт, кәзибун не немесе кизбун өтірік айту. Мысалға сөйлем, ида кәзәбә ар-раджулу зәужата. Егер ер адам өзінің әйеліне өтірік айтатын болса, арафат аннаху якзибуха. Ол әйел оған өтірік айтып тұрған біліп қояды. Беймуджаррадин назара иля айни. Оның көзіне не қарамастан. Келесі естік бізде ғашша. Ғашша деген алдады, синонимі хадааху. Ғашша алдады, яғушу алдап жатыр, ғушша алда, ғашшун немесе ғишшун не алдау. Мысалға астында екінші сөйлемді қарастырайық. Я валадей, ей балам дейді, ихфақука фил имтихани. Сенің имтиханнан сәтсіздікке ұшырап құлап қалуың ахаббу илайя, маған сүйкімдірек, жақсырақ, мен ән тағушша, сенің алдағаныңнан көрі. Ва тахсур ала даражатил камила. Яғни жоғарғы балды дәрежені алдап алғаннан көрі, сенің имтиханнан не құлап қалғаның маған жақсырақ дейді. Келесі естік бізде афада. Афада не пайда берді. Афада пайда берді, юфиду пайда берді, афид пайда бер, ифада не пайда беру. Мысалға сөйлем, ұхтур мәжалисер улама, ғұламалардың мәжілістеріне бар дейді. Фәиннаха сатуфидука илман ва адаба. Расында сол мәжіліс сатуфидука саған пайда береді, илман ва адаба, білім және не әдептен. Кейінгі естік бізде бақия. Бақия деген қалды, япқо қалып жатыр, ипқо қал, бақа он қалу. Мысалға сөйлем, саллайтул мағриба, мағриб намазын оқыдым, ва бақиту фил масджиди хатта салатил иша. Сөйтіп мешітте қалдым, иша намазы болғанша. Кейін бізде есімдіктер, бірінші сөз бізде ас-суқ. Суқ бізде не? Базар. Муаннасатун вақат тузаккар. Яғни бұл не? Мужской және женской родтада келе береді. Көпше түрі не болады? Асуақун бад. Мысалға сөйлем, аз-зихаму фил асуақи якуну шадидан жиддан. Az-зихам яғни кептеліс, базарда кептеліс өте қатты болады дейді. Екінші сөйлемді қарастырайық. Иза захабту иля суқи. Егер базарға баратын болсам, раджаату минха мусаддаан. Одан не? Басым ауырған күйде қайтамын. Не үшін десе, бесәбәби даубаати туджари ва сияхихим. Яғни саудагерлердің ушуы және де олардың айқайлары себепті. Кейінгі сөз бізде әл-ғариб. Ғариб деген яғни бөтен адам, яғни сол жердегі тұрғылықты адам емес. Лайса минал балад мағынасы. Антонимі әл-аширу бат, яғни тұрғылықты адам. Көпше түрі ғураба бат, яғни бөтен адамдар. Мысалға сөйлем, күн фи дуния каннака ғарибун. Яғни бұл хадис, Пайғамбар саллаллаху алейхи хадисі, яғни сен бұл дүниеде бөтен адам сияқты бол. Ау абиру сабили, немесе жолаушы секілді. Кейінгі сөз бізде әл-ямин. Ямин деген бізде оң жақ, оның антонимі әл-ясар бат, яғни сол жақ. Көпше түрі аймун немесе айман. Сөйлем, ан ямини ва ан шимали куллин минна. Яғни әрқайсымыздың оң жағымызда және сол жағымызда мәләкәни екі періште бар. Юсаджилани ақуалана ва афалана. Олар біздің сөздерімізді және де іс-әрекеттерімізіне жазып алады.
Фәлләзи иләл ямин, оң жақта отырған періште, юсаджилул хасанати, ол не? Адамның жақсылықтарын жазады. Вәлләзи иләл шимал, ал сол жағында отырған періште, юсаджилус сайyiat, адамның не? Жамандықтарын жазады. Кейінгі есімдік бізде әл-фәкиханию. Фәкихани деген кім? Баиул фәкиха. Фәкихани деген бізде не? Жеміс жидектерді сататын адам. Оның антонимі худари болады. Яғни бұл не? Көкөністі сататын адамдар. Көпше түрі фәкиханиятун болады. Мысалы сөйлем, тухиббу Зайнабул фәкихата кәсиран. Зайнаб жеміс жидектерді жақсы көреді. Лизалика хия туриду ан татазавважа би фәкиханийин. Сол себепті ол не? Жеміс жидек сатушы адамға тұрмысқа шыққысы келеді. Хатта такулал фәкихата кулла яумин. Әрбір күніне жемісті жеу үшін. Кейін бізде мәтінде келген есімдіктердің бірі жуафа немесе жауафа. Ол мына суреттегі жеміс. Ухиббу асирул жауафа немесе жуафа. Жауафа не? Шырынын жақсы көремін. Кейінгісіз букратан. Букратан мағынасы сабахан, яғни таңғы уақытта. Антонимі ашиятан болады. Мысалы сөйлем, ядзабул фаллаху, яғни егінші барады, иля хақлихи өзінің егініне букратан таңғы уақытта, ва ярджиу минху ашиятан. Сөйтіп, ол егіндігінен не? Кешкі уақытта оралады. Кейінгі есімдік бізде хамид. Хамид деген бізде ашы, таъмуху юлимул лисан. Антонимі хүлун болады, хүлун деген тәтті, көше түрі хавамид болады хамидтің. Мысалы сөйлем, яшрабу баъдун наси лабанал хамида. Кейбір адамдар не? Ашы сүтті ішеді баъдал әкіл, тамақ жегеннен кейін, лианнаху юсахилул хадма. Себебі ол не? Ішекті жеңілдетеді. Кейінгі есімдік бізде әс-самара. Самара деген ол кәдімгі жеміс жидек болуы мүмкін, немесе не? Мағнауи түрдегі жеміс болуы мүмкін. Яғни мысалға білімнің жемісі деген сияқты. Хамлу шажара. Ол не мынау? Ағашта өсіп тұрған жеміс жидек болуы мүмкін, немесе не? Натижату шай ва фаидату. Бір істің нәтижесі болуы мүмкін, яғни жемісі. Көпшеті самар, семар немесе асмар болады. Мысалы сөйлем, нахну натаалламул илма хатта юсмира фина асмаруху. Біздер білім ғылымды үйренеміз, соның жемісі бізде көріну үшін. Ла ли имтаил ақли. Ақылдың рахаттану үшін, әует тарафен нафси немесе не? Рухани мақтану үшін не алмаймыз. Келесі сөз бізде ар-раю. Раю деген бізде ой, ма юра бил қалби, яғни жүрекпен көрінетін нәрсе. Көпшетері араун болады, яғни ой пікірлер. Сөйлем, нашаатил мазахибул арбаа, яғни 4 мазхаб пайда болды, литтааддудил араил фиқхия, яғни фиқхи пікірлердің әртүрлі немесе көп болу себепті. Фи кафири минал масаил, көп деген не? Мәселелерде. Кейінгі есімдік бізде әл-қумаш. Қумаш деген бізде мата, ма юснау минху малабис, яғни киім жасалатын нәрсе. Көпше түрі маталар болса ақмишатун болады. Мысалға сөйлем, захабту илал қумаш. Мата сатушы адамға бардым, ваштарайту минху қумашатан байда. Сөйтіп, ол кісіден ақ мата сатып алдым. Ва атайтуха лил хайят. Сосын ақ матаны тігіншіге бердім. Лика юхипали камисан жадидан. Ол кісіне маған жаңа көйлек тігіп беру үшін. Кейінгі есімдік бізде мутабиқ. Мутабиқ деген яғни сай келетін немесе шақ келетін. Синонимі мумасил болады. Антонимі мұхалиф, яғни қарама қайшы. Мысалға сөйлем, лабудда айякуна амалука халисан лилла. Лабудда деген яғни міндет түрде болу керек сенің амалың халисан лилла. Аллахқа ихласпен. Ва мутабиқан ли суннати наби саллаллаху алейхи хатта яқбалахуллах. Және де пайғамбарымыз сүннетіне сай болу керек. Хатта яқбалахуллах. Аллах оны қабыл ету үшін. Кейінгі келген бізде есімдік матинун, мағынасы не? Қауи, яғни не? Күшті деген. Көше түрі митанун болады. Мысалы сөйлем, юмарису зайдун ар-рияда. Зайд спортпен шұғылданады, күллә яумин, әрбір күні. Лизалика хуа матинул адалат. Сол үшін оның бұлшық еттері өте күшті. Кейінгі сөз бізде варақ. Варақ деген бізде қағаз, көше түрі аурақун болады. Мысалы сөйлем, қатаат варақата мен дәфтәри. Дәптерімнен бір парақ қағаз кесіп алдым. Лиактуба фиха талабати заужати лати сааштариха мин ас-суq. Яғни базардан сатып алу керек болған әйелімнің не талаптарын жазып алу үшін. Кейінгі келген естік бізде хибр. Хибр деген бізде сыя, көпше түрі ахбар немесе не хубурун болады. Келесі сөз бізде әл-мерсам. Мерсам дегеніміз ма нарсун бихи, яғни не сурет салатын нәрсе. Көпше түрі марасиму болады. Мысалы сөйлем, дахала валади Абдуллах әл-Марсама. Менің балам Абдулла суретке кірді дейді, ва насаба лаухатан байда. Сөйтіп не? Аппақ тақтаны қойды. Алал хабили тіреушке дейді. Ва танавала мерсамаху. Сөйтіп өзіне бояйтын нәрсесін алды да. Ва расама вардатан жамила. Сөйтіп әдемі гүлді сызды дейді. Ва лауанаха би алуанин жамила захия. Лауанаха яғни бояды би алуанин жамила. Әдемі түстермен захия. Захия деген өте ашық. Кейінгі есімдік бізде нәшшафа. Нәшшафа деген яғни сияны кептіретін нәрсе. Көпше түрі нәшшафа тұнбады.
Мысалға сөйлем, вада'a рассамул мирсама фил лаунил ахмар. Яғни сурет салушы кіші манағы сурет салатын нәрсесін қызыл түскене батырды дейді. Валамма арада ан яхуда лаунан ахра. Сөйтіп өзің манағы сурет салатын нәрсесін басқа түске өзгерткісі келген кезде масаха сүртті, әл-мирсама бояйтын нәрсесін бен нашафати ауалан. Манағы не кептіргіш нәрсеменне сүртті деп жатыр. Кейінгі сөз бізде әдәтун. Әдәтун деген бізде құрал, әл-әләті сағира, яғни кішкентай құрылғы дейді, көше түрі әдәуатун болады. Мысалға сөйлем, әл-миншар уәл-митрақа, яғни ара және де балға дейді, әдәтун мен әдәуатин наджар, ол не? Плотниктің құралдарының бірі дейді. Бізде соңғы есімдік әл-варрақ. Варрақ дегеніміз не? Яғни канцелярлық товар сататын адам, әлләзи ябиу әдәуатил китаба, яғни жазу құралдарын сататын кісі. Көше түрі варрақуна болады. Мысалға сөйлем, «Зәхабту ана ва аулади қабла бидаятил амид дираси». Яғни оқушылы басталардың алдын мен және балдарым бардық дейді. Фи шахрі септембр, сентябрь айында иләл варрақ. Яғни мана кім канцелярлық товар сататын кісіге бардық дейді. Линәштәрие әдәуатихмул мадрасия. Олар не? Мектеп құралдарын сатып алу үшін. Кейін бізде кішігірім пайда, мана бізде не? Мәтінде та'ала деген сөз келді. Та'ала деген бергел деген мағынаны білдіреді. Егер біз әнта, яғни бір еркек адам айтатын болсақ, та'ала дейміз, женский ретқа та'алай болады. Егер бізде екі адам болса, қарама қарсы тұрған тыңдаушы адам, та'алая деп айтамыз. Көпше түргене та'алау болады, әйелдергене та'алайна болады. Кейін бізде әла деген нәрсе келді. Әланың мағынасы, бірінші мағынасы литтанбих ва таукид. Яғни күшейтпелі шырай, яғни бір нәрсеге назар аударту үшін. Мысалға, әла инна ва'даллай хақ, мәнбер дейді. Инна ва'даллай хақ. Расында не? Аллахтың уәдесі ақиқат. Кейін екінші мағынасы лил арди ва талаб, яғни бір нәрсені не ұсынып талап еткен кезде. Мысалға, әла тазуруни хадал успуа я Мухаммад, ей Мухаммад, осы апта менне зиярат етіп кетпейсің бе дейді, яғни не ұсыныс қылып жатыр. Кейін үшіншісі лиссуал, яғни сауал, сұрақ кейпінде келуі мүмкін. Мысалға, әла валадун лак, сенің балаң бар ма? Әла талибун фил фасл, сен сыныпта студентсің ба, оқушысың ба деген сынды. Кейінгі бізде пайда ла бәса. Ла бәса деген бізде проблема жоқ деп аударылады. Осы жерде ла бәс деген нәрсе бимен келуі мүмкін, және фимен келуі мүмкін, және де аламен келуі мүмкін. Егер бізде ла бәса бихи деген сипатында келсе, ла мани'a минху, яғни ол жерден ешқандай кедергі жоқ деген мағына. Мысалға сөйлем, ма рa'юка я Мухаммаду фи хадал камис. Эй Мухаммад, бұл көйлекке сенің ойың қандай? Мухаммад ла бәса бихи, яғни ол көйлек өте жақсы, ешқандай не кедергі жоқ. Екіншісі ла бәса фихи, фимен келеді, онда мағынасы не? Ла хараджа фихи. Ол нәрседе олқылық, жалпылама не проблема жоқ. Мысалы, ла бәса фихи ан юсалли ал-мар'у иддата салаватин би удуин вахид. Яғни проблема ешқандай олқылық жоқ дейді, егер бір адам бірнеше намазды бір дәретпен оқса. Бешартын тек қана бір шарт бар, әллә янтақида удуhu. Оның не? Дәреті бұзылып кетпесе болды. Кейін үшіншісі ла бәса аламен келуі мүмкін. Бұл жеріне мағынасы ла хауфа алейхи. Яғни ол нәрседе қорқыныш жоқ. Мысалға, ат-табиб, дәрігер айтып жатыр, Мухаммадун би хайрин, Мухаммадтың жағдайы жақсы, ла бәса алейхи. Оған не қорқыныш жоқ. Би изнилла, Аллахтың қалауымен дейді, алейхи ан ястариха ва ятанавала давааху. Ол не? Демалып дәрісін қабылдаса болды. Ва саякуну би хайрин иншааллах. Аллахтың қалауымен не ол жақсы болып кетеді. Бізде төртінші дәрісте келген етістіктер және де есімдік және де кейбір пайдалар осы бауырар. Валлаху та'ала a'lam.